Ханым, сіз қазір қай жердесіз? Мен сізге қазір бір номер айтамын. Бұл Марконың номері. 701 Аха. 010 1010. Аха. Біраздан соң тағы хабарласамын. Ханым! Ханым! Қарғыс атсын! Хабарласқан солар ма? Меніңше сол. Қарғыс атсын! Оған не дедің? Айт! Бізге сену керек екенін айттым. Ол не деді? Бір жамандықтың болары туралы айтты. Ол айтпақшы дәрігер екен. Мына бір номерді тексеріп көру керек екенін айтты. Мен оның қай жерден қоңырау шалғанын анықтадым. Керемет. Ендеше олардың әрбір әрекетін аңдыңдар. Ал сен болса, сол төңіректегі барлық камераларды көріп шық. Мырза, канадалық тыңшы хабарласты. Маған оны қосыңдар. Алло. Мырза, мен бұл Марком. Антонионың үйі кеше жанып кетті. Қалай сонда? Ең бастысы ол емес, мырза. Үй ішінен тағы бір мәйіт табылды. Ол кеше тергеуде болған қыз емес пе? Жоқ, оған ұқсамайды. Под ее описание. Мы нашли машину у дома. Скорее всего, это ее мать. Бұл марқұмның анасы болу керек. Оның есімі Мариан. Қыздың өзі табылмады ма? Жоқ, оны іздеп жатырмыз. Онда оны тапқан кезде хабарласасың. Айтпақшы, жаңағы берген сіздің номеріңіз бар емес пе? Ол Квармал есімді тілшіге тиесілі екен. Мы нашли ее труп в ванне. Ее убили. Ол соңғы рет Сафель Малефердің үйінде болған бекен? Жоқ, оның үйінде болмаған, бірақ олар жақын таныс болған. Алайда мен оның компьютерін ашып қарадым. Компьютерінде ақпараттарды жойып отыратын арнайы бағдарламалар бар секілді. Оларды біз таптық. Сонымен қатар ол 10 күн бұрын 50 миллион Канада долларын өз телефонына жүктеп алған.